Так, барлықтарыңа салам, сендер лайк. Короче, достар, менің Overland'тегі выживаниема қош келдіңдер. В общем, бүгін Overland'тегі выживанияны жалғастырамыз. И бүгінгі видеода мен сендерге алдында жетел әкелем деп айтқан болатынмын. Жетел әкелу барысында байқасаңдар, мен көптеген свина зомбиларға яныққандым. Мынандай зомби қайда жүреді? Жаңа біреу. Міне мынандай зомбиларға тап болған болатынмын. Мынау домашний свина зомби порталдан келген, бұл маған ештеңе істемейді. Ну, осындай уродтарға тап болып, мен шыға алмай қалған болатын, және өлдім. Шынын айтайын, сендерге өліп қалдым мен сол кезде. Қанша затым жоғалып кетті. В общем, мынау ойдан жасалған заттар. Кеше күні бойы выживать етіп, мен мынандай заттар тауып жасаған болатым, және 16 уровеньге жеттім. Так, сенбей жатқандар болса, менің уровеньме қарасыңдар болады. 16 уровень. Кешеден бері шахтадан шықпадым, почти кешеден бері болғанда 3-4 сағат ойнадым. Мынандай заттар тапқан болатынмын, бәрі шынайы түрде. Так, короче, видео басталмастан бұрын сендерге ренжімеңіздер, каналға жазылыңдар. Дәл осы моментте каналға жазылсаң, саған рахмет. И видеоны до конца көрші, осы видеоны өтініш саған, және лайк басшы. Кәдім настроение түсіп кеттім, анағы өлгеннен жаңа. В общем, короче, қазір сендерге подписчиктер тақтасын көрсетемін, өздерінің ниеттерін қарасыңдар болады, және ойдан қосылғандарды көрсететін боламын. Если есіңдеп түспей қалсыңдар, комментке жазыңдар, мен түспей қалдым деп. Өйткені мен біраз комментті көрмей қалуым мүмкін, өйткені сендер көпсіңдер, мен біреумін деген сияқты ғой. Так, бүгінгі подписчиктерді қарап жүрсіңдер болады. Короче, мынау жаңа бағана жазылған болатын. Осы видеоға арналып, және мен байқап тұрсаңдар, өздеріңнің аттарын 2 рет байқасаңдар, мен өте активный подписчиктерді, яғни айтқанда уже есінде қалып қоятын подписчиктерді 2 реттен жазамын. Так, міне қарап алсаңдар болады. Бүгінгі жазылған Айсұлу Тоқсабаев, Айхан Нұрмахаммед, Мирас Мирамбек, Керасыл Адихан, Бардак, Фатима Кубаш. И және де кешегілер бәрін қарап алсаңдар болады. Жаймен көрсетемін осылайынан. Қазір бүгінгі видеода не істейік десеңдер, мен деген, яғни айтқанда қазір сол шошқалардың быт-шытын шығарам. Шынын айтайын сендерге, уже мен көтере алмайым жаңағыдай. 2 рет өлдім мен кешеден бері, мына солардан еще мен айтайын сендерге, кроватима сетхом қойылмапты, одан мен шыққан ең бірінші шығатын жерден жүгірдім үйге қарай. Ол жолда 2 рет өлдім тағы еще. В общем, кәдімгідей капец болды, настроение кетіп қалды. Міне қарап алыңдар. Міне бәрінде қарап алсаңдар болады. Короче, қазір менде алмазка бар, начальный сет, тамақ, печеный картофель, 63 блок. Және де мұнда бізде баяғы менің зачаровать еткен луктарымның біреуі бар. Осы лукта книганы алып салып көрейік. Мен қандай чарка шығып тұр екен бізде. Без, о май гад, Карл, бесконечности ма. Осы лукты істеп алсақ білеміз, непобедимый лучник боламыз ғой. Бірақ оқпен бәріне ата бересің, оғын таусылмайды. Но мен оны әзірге істемеймін. 30 уровеньді қалай апат етеміз дейсіңдер. Біз қазіргі видеода біз қазір нелерді өлтіретін боламыз. Ойбай, тамағым плотно ауырып жатыр. Анау свина зомбилардың бытшын шығаратын боламыз. Деп ғой ема. Короче, вот сол үшін қазір менде оқ керек, но оқты мен қазір скелет фермадан алып қайтатын боламыз. Скелет ферма бізде білесіңдер қайда екенін. Бекіштің үйінің астында, яғни айтқанда скелет ферма данчомен мен дедік. Яғни айтқанда данчонка. Вот, қазір соған барамыз, қазір жол қалай еді, өзі былай қарай жүгіреміз. И мына жақта бізде бар, короче, мен настроением түсіп кетті енді, қанша дегенмен, қанша затыммен айырып қалдым. Ну, алмазный заттар қиын емес қой, құдайға шүкір мен незритовый броням почти сынып қалғанына, и мен оны тығып үлгердім, бірақ незритовый бронямен жүрсем мен өлмейтінем ғой да. Ну, короче, сондай бірдеме болды, короче. Мен нені аямаймын ғой, заттарды аямаймын ғой, просто налардың чаркалары мықты болды да ше. Вот, солардай, ну, балтаныкі эффективность 2 болды ғой шейін. Мечтікі болмады вообще, луктікі болды, киркамдікі болды, сол кирканы аяйтынен. Данчо прям бәрін алып кеттім демеш. Мынақта 3 стак оқ алам. Есек бар ма мынақта? Есек бізге әзір керек болмайды. Мыналарды да жеп көремін ше. Осылардың да кесін талай өлдік қой ма осы Майнкрафтта. Мынақта да оқ жатыр екен ғой. Осыларды алып келсе сияқты болды ғой. Так, 4 стактай оқ алдым мен уже, жоқ 3,5 стак оқ алдым. Қазір осының бәрімен барып, мен болмаған нәрсені жасаймын. Бүкіл барынша истребить етем, уровенімді көтерем, 2 жетілді освободить етем. Короче, аттағы. Өйткені, білмеймін уже, кәдімгі 2 жетіл сол жерде қалып қойды, қазір көрсетем ғой барған кезде.
әкелетін лодкамен источник алып қойды және маған көптеген нелер агрессия етіп уже значит параша болып кеткен болатын, сондықтан өліп қалған болатынмын. Қазір көрсеңіз бәрі болады. Мен Орлендтің балдарымен сұрақты барып защитить етіп құтқарам ба деген екі шетелді. Но ондай не болмады. Менде қазір ауырып жүрмін біріншіден, екіншіден сессия модуль деген сияқты білетін шығарсыңдар студенттердің проблемаларын, сондай проблемалар болуда менде. Күшті оған уақыт жоқ болып тұр. Сондықтан мен Орлендтің балдарын шақыра алмай қазір түнгі бірдемеде видеоны түсіріп отқан болатынмын, короче. Так, сендер үшін ғой бәрі лайктарыңды басыңдар, так что аямаңдар. Қазір бізде мені бекшінің жаға қатады, соққа қойдырайын. Мына тупойлар маған агрессия етуін қойыпты, прикиньте. О, шешем, мына көрдіңдер, байқадыңдар, мен ештеңе істемедім, өздері қойды да, и обратно бастады, бірақ мен оларды ұрмадым да даже. Это как объяснить, Джекичандар? Мынау не бәле? Дискриминация. Мен не істеп қойдым, сендерге не істеп қойдым. Такие мынада золотой броня бар екен. Так. Мынау менің үйім, если білмегендер болса, аттағы үйім. И біз аттағы үйімізге кіреміз. Қалай уничтожать етеді деңдерші бізді бұларды. Біз ловушка жасаймыз, яғни айтқанда, қазір типичный майнкрафтерлердің ловушкасын көрсетемін сендерге. Біз ол үшін полублок алуымыз керек. Мен уже көтере алмаймын мынандай ұтылысты. Так что біз уже по-крупному действовать етеміз, как рыба дейді. Короче, мына жерде уже ломать етеміз. Қазір қарап отырыңдар, үйреніп алыңдар. Осындай үй сияқты бір домик саласыңдар да болады. Былай ломать етесіңдер. И мына іштен былай тағы етесіңдер. Осы жерге түседі. Есігін ашып қоямыз қазір. И мына іште мен ломать етемін өзіме. Былайынан. Так, мынау слишком көбейіп кеткен сияқты. Мына блок по идее мен ойынша. Или дұрыс, осы дұрыс по идее. Осы дұрыс, мен мына іштен тағы түсем өзіме. Так, мына жерде что-то құртып алдым. Бұл түсеміз, и осы жерде біз деген, мына жерден зомбиларды ұратын жер жасауымыз керек өзімізге. Так, мына жерде қатты түсіп қойған сияқты мен өз басым. Все, по идее нормально. Так, ловушканы жасадық. Осында бізде қазір мобтар түсетін болады, но бізде мына іште шығатын жол жоқ. Яғни айтқанда шығатын жол жасаймыз қазір біз. Мына ішті қаза берсем, мен сандықтың астынан шығамын, гарантия жоқ. Мына жерді қазыққа жоқ. Мына жерді қазам, чуть-чуть былай қарай, и мына іштен қазуға болады. Жиги-жигичан, қойындар ондайды. Так, былай қарай шығамыз, чуть-чуть, жаймен деп. Все, бізде шығатын жер бар. Мына ішке зомби түседі, жегенде біз оны астынан өлтіреміз. Есік ташамыз. Қайда зомбилар? Зомби, паук, чмо, бомждар, қайдасыңдар? Депше. Так, мына жер жоқ қой көрік. Жоқ, бұл жер менің жерім екен ғой вообще-то. Так, мына есік сындырып тастаймын ғой, по идее. Есік сындырып тастайсақ. Опа, первый бомж подошел. Янешке түсуің керек қой сен негізі. Сошке түсуің керек, дұрыс. Так, мына жерді де былай жауып тастау керек ау, по идее. Анау обратно шыққан ғой, прикиньте. Мына бізде мартышка ғой. Так, есікті жаба тұрған боламын, дұрыс па? Мартышканы өлтіруіміз керек біздің. Оп. Но мен дұрыс не совершил ошибку. Ошибку совершил дейді ғой. Мына іште біз көп блок алып қойдық қатты. Тағы бір мартышка түсті. Надоели. Ема. Чүт қалғанда өліп қала жатыр. Мына іште оптау керек. Мыналар мен крепісімді алып қойды ғой, не өп кетті мынау. Так. Мынау не болды? Не болды мынау. Так. Былай не етеміз ау онда, жекітжандар. Былай істейміз. Сосын ішке былай істейміз. Все, келіңдер, осылайынан ұрып тұрамыз енді осыларды. Чуть-чуть уровенімізді көтереміз, обратно зачаровать ету үшін, және де ақымды алғым келіп тұр. Мен ана жетілдерді босатам ба деп ойлағам негізімен вообще-то. Но олай невозможно сияқты мынандай түрімізбен. Так, мыналар кәдімгі керемет фамилка менің ойымша осылар деген. Қазір бірақ бұлардан алатын ақымыз жоқ. Ақымыз деппін ғой. Неміз жоқ. Затымыз жетпейді бұларды өлтіре беруге қайта-қайта. Яғни айтқанда бұлар мен өле беруге де желаниесі жоқ сияқты, короче, байқап тұрғандарындай маған келгісі келмейді ешқайсысы. Так, былай қойып тастаймыз, скорым, чтобы мен кетпеу үшін.
олар бізге қарай. Так, бұлайна мініп алып аламыз біз, және бұларды яғни қайта бүйтіп ұраламыз. Бірақ бізге агрессив пиатр байқап жатсыңдар, жаймен бір штуктап түсіп жатыр. Баяғыда бұяқта көп жүреді. Мына формулкада аналар аздап шығады екен. Бір жаман жері Астрата 5 меч болғанда Майндидің мечі сияқты. Вот сол кезде мен уровеньді от души фарм кете алатын едім. Но мынандай мечпен уже далеко не пойдешь дейді ғой. Сондай болып жатыр ғой, короче. Вообще мыналар деген жай шығып жатыр. Ема тамағым ауырып жатыр, даусым өзгеріп кетті ма? Байқап тұрсаңдар, даусым өзгеріп кетті мен. Тамағым плотно ауырып жүр, ема. Что-то бәрінде тұмау басталып жатыр, бәрінде салқын басталды қанша дегенмен біздің Қызылордаға тем более мынандай суық зорға келген болатын. Так, мына ештеңе есік ашып берейік мен бұларға. Есік үлкейт бердім, ал тезсіз келіңдер. Келетін түрі жоқ сияқты ғой. Так, мына артқы есікті аштым, мынанша өте көп зомби түсті бізге, но мен бұларды каким-то образом удерживать етуім керек. Так что мұндағы жерден қазір біз бұлай қоямыз, аяқтарын дөғіп. Мұнан сындыр қолмайды. Так, мен қалай ұрам мыналарды? Бұлай ұрған дұрыс, осылай ұрам. Короче, арттан да алдынан да зомбилар келіп отыр. Осылайынан бізде идеальный формилка. В общем, бәрі осыяқа маған қарай түсіп отырады. Мен оларды ұрып уровенім көтеріле беретін болады. Және ақымды алам, бұл ешектерден кәдімгідей нерватив бітті. Мен бұлар деген мечім сынып қалған жайдан ұрам мен оларды. 30 уровень ойнап айтам, 30 уровень көтереміз да, қазір лукту бесконечностьке көтереміз. Сол кезде может быть менің настроением көтерілер. Өйткені мынау өйткені шынын айтайын, настроением қатты түсірді. Сонша заттардан айырылып қалған. Просто кирка жалко, так. Ондай қатты жалко емес қалған заттарды. Уровень 35-ке ма апарып отсам, қалған нәрселерді қайтарып алам. Лукпен кирка ғой главное. Шелковый гасаня ол табылар, ничего. Достардан, жеке жандардан сұрап аласылар. А вот уже ана кирка обидно вот да. Вот, а так нормально бәрі. Өмір ғой, дүние ғой болатсындай деп па. Так, мұндағы формилка күшті болады екен жаманайға қарағанда, я. Так, есікті жауып сайсылайық онда біз. Оп. Так, бұлай шығайық, чуть-чуть. Бұлай шығайық. Ішінде толы жүрген жоқ. Жеке жандар. Ей. Блей. Ей, солай, ондай болып тұрады. Солай де. Керемет. Қалай осындай бола қалады деймін да менгі. Уже просто каким-то образом болмайтын жерден өліп қалдым да. Но обидно. Бірақ та қол үзбей деп айтайын деп жатсам, мынау қол үзбей енді қайтем мен мына іште айтшы. Ана іште зомбилар толып жүр. Мен заттарым ана іште тұр бәрі. Мен оларды алу үшін оларды өлтіруім керек, бірақ олар оштен шықпайды қазір. Мен заттарымда жоғалып кетуі мүмкін, ат болғаннан күйіп кетуі мүмкін. Блин. Басмай, ауырып кетті уже. Мынау Майнкрафт ойнайым деп. Кетті, мына қортықтың жүрген қарынды шеше. Так, мұнда түсті мен заттарымның бәрі. Блин, мына дуроттар мен күттір. Ну, ничего страшного. Қорқпаймыз. Главное, түр бермеу керек. Түр бермейміз, главное. Бұлайнан. Яқтың бәрін жауып тастаймыз. Чтобы сырттан бізге зомбилар кірмеу үшін. Сыртты жаптық. Так, енді ішке қарай кіреміз. Операция вернуть вещи. Бәрін жатыр. Қалай алсам болатын мен бұларды. Ёптігі дейік. Мал екенсің ғой сен, қақтан кірдің? Қақтан мініп атырын алар. Еман. Ата бабасы жүгіріп келді оналардың. Тағы да өлім керек па? Жөн несега мен затымды алам. Затымды алам, еще сандыққа салам, қазір көресіңдер. Түспе оның ішіне. Жүріңдер не қарай. Чамал жүріңдер ішіне қарай. Жүріңдер. Бәрін келіңдер. Паниковать етіп қап, блокты дұрыс қоймадым. Астыма соның кесінен сонша потеря жіберіп атырым. Так, кешеде сондай болған. Так, бұлай. Резко бұлай. Все, никак кірмейсіңдер енді бұл жерге. Және мен еще түсем. Мұнаяқа заттарымды алам.
Еще сандыққа салам. Ой, болмай қалды. Главное, жоғалмау үшін бізге не жасап қою керек? Страховка. Болмаса, менде идея бар. Мынау енді видео нормально мен кек алам ба десем, бұлар мені пипец қылды ғой енді қанша дегенмен. Ема, достар, лайктарында аямаңдар. Мынандай файл болып жатыр. Бұл видеода сонда да мен сендерге видео түсіруге тырысып жатырмын. Атқа енді кірмеспін деп түсірмесем бұл видеоны, атқа енді кірмеспін деп. Өйткені мынау болмады үшін, білем басталып депті. Атқа енді кірмеспін бұлайнан болатын болса, так. Кірдік, киркамен қазір планымды көрсем сендерге. Что состоится, чем мой план дейді ғой. Мұнда жерді қазамыз бұлай. Мыналардың көзіне түспеуіміз керек. Обязательно бұлай қазамыз, 3 блок кесіз. И жабамыз. Все. Нормально, бәрі идеально. И лава шықпаса екен алдымыздан. Опа, үйге келдік. Үйдің территориясына кірдік. Байқап тұрғандарындай. И әлі кіре береміз. Яқта мен затым болу керек. Байде қателеспесем. Так. Лишь бы затталсақ болды. Міне қарай жүреміз. Заттал үшін. Міне, зат мен тұр. Ей, алдым, наконец алам қазір. Бұлардың бала зомби болмау керек, мұнда қателеспесем мен. Так что бізде шанс өте көп затты алуға. Так, бала, өл. Ана заттарым жоғалмасыншы, болындашы өліндер сейіп. Так. 3 зомби болған еді, ана неге екеу ақ. Мұнда. Бісміллә. Заттарымды алып үлгерді. Құдайға шүкір. 6-шы уровеннен бірақ шықтым. Найс. Уровень көтерем деп келген. Лайт. Уровенсіз қаған лайт болды мынау. Атқа енді кірмеспін деп айтама осыны. Енді кірмеспін атқа. Ема. Мынау просто капец. Капец дейді. Так, мұнда қазір бит көрсе алам мен сендерге. Мод бар менде мынандай. Блин. Енді кірмеймін атқа жеге. Сендерім болған мен лайт. Мына видеоны осымен аяқтай берсем болады. Ана аяқта негізі жетілдер бар, ана қайықтарды көріпсіңдер ма? Сода жетілдер отыр. Мен негізі вообще бүгінгі видеода соларды құтқарам ба дегем. Но оларды құтқармай тұрып, өзім көтімді құтқарып алғаным дұрыс сияқты. Так, сендерім болған мен лайт. Давайте онда достар, сендерім болған. Ой, қоймайтсың. Короче, давайте. Настроение кетіп қалды. Вообще кетіп қалды.